Қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырып шеңбер, дөңгелек. Олардың элементтері мен бөліктері. Жанама. Центрлік бұрыш. Түзу мен шеңберді өзара орналасуы. Екі шеңбердің өзара орналасуы. Шеңберге жүргізілген жанама. Яғни бүгін біз шеңбер мен дөңгелекке байланысты маңызды ұғымдарды қарастырамыз. Шеңбер және дөңгелек олардың элементтері. Центрлік бұрыш, жанама, түзу мен шеңбердің орналасуы. Екі шеңбердің орналасуы, және бұл тақырып геометрия есептерінде көптеп кездеседі. Шеңбер және дөңгелек. Шеңбер центрден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің жиыны. Бізде қандай да бір жазықтықта нүкте берілсін, осы нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің жиыны шеңбер болады екен. Ол центр деп алайық. Енді дөңгелек шеңбермен шектелген жазықтық бөлігі дейді. Мысалға біз шеңберді велосипедтің дөңгелегі деп қарастырсақ, ал біз дөңгелекті лимонның жартысы деп қарастырайық. Енді элементтері. Центрі бізде О болып белгіленеді екен. Мына центр О. Осы центрден шеңберге дейінгі ара қашықтық. Осы бізде R екен. Енді біздің R-дің формуласы бар. R тең D бөлінген 2. Бізде D дегеніміз диаметр. Диаметр дегеніміз центр арқылы өтетін ұзын хорда. Осы бізде бөлігі барлығы диаметр болады екен. Диаметрдің негізгі формуласы D тең 2R. Біз мына жерді R деп алдық. Центрден шеңберге дейінгі қашықтық. Осы жеріміз біздің 2 болсын. Сол кезде біз R-іміз тең 2 болған жағдайда мына формулаға қоямыз. D тең 2 көбейтілген 2. Осы кезде бар 4 болады. Диаметріміз 4 болады деген сөз. Яғни мына бөлігіміз, мына D бөлігіміз 4-ке болды. Ал R-іміз 2 болды. Дәл солай біздің радиусты де тауып аламыз. Жаңа формуласын жазып па? R тең D бөлінген 2. Біздің D-міз 4 болды. 4 бөлінген 2, яғни тең 2-ге. Енді хорда дедік жаңа. Хорда дегеніміз мына жерден бір бөлікті алайық. Шеңберді қиып өтетін бөлігі А және В деп алайық. Осы жер бізде хорда болады екен. Хорданың негізгі формуласы L тең 2R синус альфа бөлінген 2-ге тең болады екен. Енді доға дегеніміз мына біздің шеңбердің бір бөлігі, мына бір бөлігі доға болады екен. Ал доғаның формуласы бізде L тең R альфа немесе L тең бөлшек альфа бөлінген 360 градус. Біздің шеңберіміздің іші әрқашанда 360 градусқа тең болады. Енді көбейтеміз 2πr болады екен. Секторды алайық. Біз мына жерді жаңа R деп алдық. Яғни радиус. Мына жерді де радиус деп аламыз R. Осы бөлігін, пиццаның бір бөлігін біз сектор деп алады екенбіз. Сектор дегеніміз центрлік бұрышпен шектелген дөңгелек бөлігі екен. Яғни оның формуласы S тең альфа бөлінген 360 градус көбейтілген πr квадрат екен. Енді сегмент дегеніміз доға мен хорда арасындағы бөлік. Жаңана бір бөлікті айттық. Осыны қиып өтетін екен. Осы бөлік бізде сегмент болады екен. Енді центр О, неке О берілді. Радиусы А, О, неке мына бөлік R радиус. Диаметрі S, D, неке мына бөлігі D-ға тең болады екен. Ал хорда EF, міне EF хорда болады екен. Ал жанама деген жалпы осы шеңбердің жанында тұрған бір нүктеден жанап өткен түзу. Осы бізде жанама. Ал қиылысу осы шеңберді қиып өткен түзу. Енді доға дегеніміз мына жері шеңбердің бір бөлігі. Сектор дегеніміз мінеки пиццаның бір бөлігі дедік жаңағыдай. Ал сегмент дегеніміз мына бөлігі екен. Енді центрлік бұрыш дегеніміз төбесі шеңбер центрінде орналасқан бұрыш центрлік бұрыш дейді. Мінеке мына бөлік центрлік бұрыш. Яғни маңызды қасиеті центрлік бұрыш доғаның градусының өлшеміне тең. Яғни мына градустық өлшемді көрдік қой, жаңа доғаны айттық шеңбердің бір бөлігі деп. Осы бөліктің біздің градусымыз бен центрлік градустың бұрышы тең болады екен.
шеңбердің центрінде жататын бұрыш центрлік бұрыш деп аталады дедік. Яғни бұрыш ішінде орналасқан шеңбердің бөлігі осы центрлік бұрышқа сәйкес шеңбердің доғасы деп аталады. Ал шеңбердің доғасы градустық өлшемі, оған сәйкес центрлік бұрыштың градустық өлшемі деп атайды. Яғни шеңбер екі радиустың арасындағы бұрыш центрлік бұрыш деп аталады. Бізде маңызды теорема бар. Ол, егер екі центрлік бұрыш тең болса, онда оларға сәйкес доғада тең болады. Мына центрлік бұрышымыз бен мына доғамыздың арасы тең болады екен. Енді бізде қарасақ, мына жеріміз орталық О нүктесі төбесі деп аталады. Мына жер радиусы, центрден шеңберге дейінгі қашықтық R радиус болады. Ал мына орталық бұрышы доға болады екен. Олардың арасындағы бұрыш тең болады. Енді жанама және оның қасиеттері. Шеңберге бір ғана нүктеден тиетін түзу жанама деп айтылады. Жаңа айтып өттім. Шеңберіміз тұр, осыған бір нүкте тиді, соның жанынан өткен түзу бізде жанама болды. Жанама жанасы нүктесінде жүргізілген радиусқа жанама перпендикуляр. Яғни мына жеріміз R-міз, осыған арамыз перпендикуляр болады екен, 90 градусты құрайды. Яғни R перпендикуляр жанамаға, R перпендикуляр П-ға екен. Енді оның қасиеттері бар. Шеңберге жанама жанасы нүктесінде жүргізілген радиус перпендикуляр болады. Шеңберге міне жанама жүргізілді, осының жанасы нүктесіне жүргізілген радиусқа перпендикуляр, міне радиусқа перпендикуляр болып тұр. Енді екіншісі, нүктеден шеңберге жүргізілген жанамалардың кесінділері тең, және осы нүктемен шеңбер центр арқылы өтетін түзумен тең бұрыш жасайды екен. Нүкте тұр, осыған бірдей жанама жүргізілген, осының арасы 90 градус, мына бұрышта 90 градус болады. Нүктемен шеңбер центр арқылы өтетін түзу тең бұрыш жасап тұр екен. Ал бізде жанаманың белгісі бар. Егер түзу радиустың шеңбер бойында жататын арқылы өтсе, әрі сол радиусқа перпендикуляр болса, онда ол жанама болып табылады дейді. Неге 90 градуспен перпендикуляр жасады. Демек ол жанама. Ал түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Бізде мүмкін үш жағдайы бар екен. Қиюшы түзу екі нүктеде қиылсады. Бір, қиюшы түзу өткіздік. Мына жақта да қиюшы түзу өткіздік. Осы кезде біздің ортамызда қиылысқан жерін біз, яғни қиюшы түзу деп айтамыз. Ал жанама, яғни бір нүктеде тиеді. Неге бір нүктемізде тиіп тұр? Мына жеріміз R, мына жеріміз тиіп тұр. Демек біздің R Р-мен перпендикуляр бұл жанама. Ал ортақ нүктесі жоқ, қиылыспайды дейді. Көріп тұрғанымыздай біздің осы центрмен ешқандай шеңберімізге жанап тұрған нәрсе жоқ, немесе қиып тұрған нәрсе жоқ. Демек бұл жер бізде қиылыспайды. Мынандай ара қашықтық бар. Екі шеңбердің өзара орналасуы. Жалпы екі шеңбердің өзара орналасуының үш жағдайға бөлінеді. Оның біріншісі R плюс R штрих дейді. Ол бізде O плюс O штрих болса, онда шеңберлер бір нүктеде қиылысады мінекей. O штрих екеуі тең болған жағдайда мынаған алып келеді екен, яғни олар бірін-бірімен тең болады. Енді екіншісі, егер R-тен R штрихқа дейді, мына жерде O деп алайық, O штрих, яғни O тең O штрихқа, немесе R минус R штрихқа дейді. Мына жеріміз R ғой, мына жеріміз R штрих. Екеуінің алымы, яғни D болса, онда шеңбердің ортақ нүктесі болады. Ортақ нүктесі болып, бір-бірімен жанайды. Сол кезде барып, нүкте центр арқылы өтетін түзу бойында жатады екен. Енді үшіншісі, егер DR минус R штрих дейді, мына жерді біз R деп алайық, мына жерді R штрих деп алайық. Осы кезде барып, екі нүктеде қиылады екен, міне қиылып тұр. Ал егер центрлері ортақ центрі концентрлік шеңбер деп аталады. Яғни мына жеріміз концентрлік шеңбер. Радиустары тең, шеңберлер беттесіп келеді, және ал радиустары әртүрлі болса, олар ортақ болмайды екен. Неге бұның біздің R радиустары тең болған жағдайда болады екен. Ал енді есептер шығарайық. Радиусы 5 сантиметр дейді. R тең 5 сантиметр. Енді бізге табу керек, диаметрін табуымыз керек. Біздің мына жеріміз R-міз 5 сантиметр екен. Біз жаңа формула жазып қой. D тең 2R. Енді орындарына қойық. D тең 2 көбейтілген 5. Сол кезде бар біздің 10 болады екен. Яғни диаметріміз 10-ға тең. Енді екінші есепте бізде диаметр берілген екен. Диаметрі жаңағыдай біздің центрді қиып өтетін ұзын қорда. Ал D тең 14 сантиметр. Ал радиусын табуымыз қажет.
Радиустың формуласы r тең d бөлінген 2. Ендеше r тең 14 бөлінген 2. Демек 7 сантиметр болады екен. Біздің радиусымыз 7 сантиметрге тең. Міне мына бөлігіміз 7 сантиметрге тең екен. Енді үшінші есеп. Шеңбер радиусы 5 сантиметр дейді. R тең 5 сантиметр. Шеңберден тыс жатқан нүктеден жүргізілген жанаманың ұзындығы 12 сантиметр дейді. Ендеше былай жасайық. Мына жерді R деп алайық. Осыған тыс жатқан нүктеге жанама жүргізілген екен. Мына жеріміз 5 болса, мынаған жанама жүргізілген. Мына жерді P деп алайық. Мына жерімізді A деп алайық. Осы аралық, біздің мына аралығымыз 12 сантиметр дейді. Ендеше A, P 12 сантиметр. Бізде табуымыз керек. Яғни центрден сол нүктеге дейінгі қашықтықты тап дейді. Мына аралықты табуымыз керек болып тұр ғой сонда. А, О аралығын табуымыз керек. Алдыңғы сабақтарда Пифагор деген теореманы өткенбіз. Мына бұрышы 90 градус жасаған кезде, яғни тік бұрышты үшбұрыш болғанда бізде Пифагор теоремасын қолданатын едік. Ол қалай? С квадраттен А квадрат қосылған В квадрат еді ғой. Біздің демек мына бағытымыз, гипотенузамыз осы жер. Ұзын түзу. Енді біздің С-ның орнында А, О квадрат тұр. Ал А-ның орнында П, Р тұр. Ал В-ның орнында мінекей А, П тұр. Осыларды квадраттаймыз. Енді А, О квадрат тең. Бізде Р, П, яғни 5 сантиметр квадрат қосылған А, П 12 сантиметр квадрат. А, О квадрат тең 25 қосылған 144. Енді А, О квадрат тең 169. А, О, яғни түбір астына 169 кіреді. Осылайша А-омыз біздің 13-ке тең болады екен. Демек, біздің центрден осы А нүктесіне дейінгі аралық 13 сантиметрге тең болады екен. Радиус негізгі өлшем болады. Ал диаметр 2 радиусқа тең болады екен. Ал центрлік бұрыш доғаны анықтаса, доға мен сектор формулары бұрышқа тәуелді болады екен. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.